Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай көрнеу жасап көрсететін боламын. Самсаның бір түрі, қамыры өте үгітіліп тұрады, ауызда ериді. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Бізге қажет ингредиенттер: ұн, сары май, қаймақ, жұмыртқа және де тұз. Көріп отырғандарыңыздай ұнға аунатып аламыз. Сары майымыз тоңазытқыштан шыққан, морозильниктен шыққан болу керек. Ұнға бұлғап отырып, осылай күштен өткізіп аламыз. Барынша тез жұмыс жасауға тырысамыз. Сары майымыз еріп кетпеу керек. Разрыхлитель аздап саламыз және де. Дәл видеодағыдай қылып қамырымызды елейміз. Қыздар, мен барлық ингредиенттердің мөлшерін описанияға қалдырып кеттім. Дәл сол мөлшермен жасайтын болсаңыздар, қамырларыңыз күшті болып шығады. Және де қамырды 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып, содан соң алып осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Мен 35 граммнан бөліп шықтым әр қамырымызды. Келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Тауықтың еті, пияз, тұз, бұрыш және де паприка. Және де бұл қалауыңызша салғыңыз келсе саласыз. Паприка әрине біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Паприка бірақ өте күшті, жақсы дәм беріп тұрады. Көрнектерімізді мынандай осылай түйіп шығатын боламыз. Барлығын түйіп, содан соң үстіне жұмыртқаның сарысын және де кішкене сүт қосып, 1 қасық. 1 қасық сүт, 1 жұмыртқаның сарысын араластырып, осылай бетіне жағып, бетіне және де күнжіт себетін боламыз. Мак сепсеңіздер де болады, қара күнжіт сепсеңіздер де болады. Дайын болған көрнекті 145 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Өте керемет көрнектеріміз дайын болды. Сіздер осылай жасап көріңіздер. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.